Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге греческий пирогтың рецептін ұсынбақшымын. Бір істегеннен сәтті шығатын рецепт. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Құрамындағы заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерге кіріп қарасаңыздар болады. Отбасыларыңызға, балапандарыңызға міндетті түрде ұнайтын пирог, ең оңай пирогтың рецепті. Ал бәріміз бірге бисмилля деп бастайық. Ол үшін бізге қажет сары май. Ол қатты болуы қажет. Осылай теркадан өткізіп аласыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сары майымыздың үстіне ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап илейміз. Крошки дайындауымыз керек. Видеода көрсетілгенде жасайтын болсаңыздар, өте дұрыс дәмді пирог шығады. Оның үстіне қантымызды қосамыз, разрыхлительді қосамыз. Және осылай қолымызбен илейміз. Және осыны крошка болған кезде үстіне жұмыртқамызды салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай қолға жабыспайтын песочный тесто дайын болады. Бұл тестаны формамызға орналастырамыз. Менде форма 22 диаметрлік форма. Осы формаға жақсылап орналастырып, бортиктарын көтеріп, орналастырып аламыз. Міне осылай болып шығады. Форманы майлаудың қажеті жоқ. Тестоның құрамында май көп болғандықтан ол жабыспайды. Одан соң осылай жаңғағымызды, грек жаңғағын блендерда үгітіп аламын. Сіздерде блендер болмаса, кәдімгі оқтаумен ақ үгітуге болады. Үгітіп болған соң, жаңғақтарымызды бірден формадағы тестамызға саламыз. Қасықпен осылай барлығын бірдей жеткілікті етіп жайып аламыз. Осылай жайып болған соң, үстіне сгущенкамызды құямыз. Сгущенка қандай болғаны маңызды емес. Өздеріңіздің қалаған сгущенкаларыңызды салсаңыздар болады. Мен екі түрлі сгущенка қостым, себебі менде үйде қалғаны осы сгущенкалар екен. Сөйтіп 180 градуста 30 минутқа қойып пісіріп аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Өте дәмді, шаймен ішкенге жақсы үйлеседі. Осы пирогты дайындап, әдемілеп тұрып чай ішіңіздер. Міне достар, осындай болып піседі. Өте жұмсақ, кескен кезде де қазір көресіздер, өте оңай кесіледі. Жұмсақ екені видеодан да көрініп тұр. Видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, менің каналымды қолдап жіберіңіздер.